Құрметті тыңдарман, бүгін біз Мұқаддима кітабы бойынша Ибн Халдунның еңбегін ары қарап жалғастырамыз. Бүгін бізде 9-шы сабақ, 9-шы видео сабақ. Алдыңғы сабақта тарих еңбектері туралы біршама тоқталған, және тарихи еңбектердің ерекшеліктері туралы айтқан. Оның ішінде Мәсудидің еңбегі туралы біршама тоқталды. Сонымен қатар бұл автор Мәсудидің өзі осы Мағриб жайлы жазбалар толыққанды емес дейді. Сосын барша білім Аллаға тиесілі, адам болса әлсіз әрі кемшілігі басым. Яғни әрбір адамның өзінің кемшілігі болады дейді. Оны мойындау міндетті дейді. Алла кімге жәрдем берсе, оның жолын жеңілетеді. Оның іс-әрекетіне сәттілік береді. Біз бұл еңбекті жазудағы мақсатымызға жету үшін Алладан жәрдем сұраймыз. Алла тағала өзі тура жолмен жәрдем беруші, сүйенуге де тек ол лайықты. Енді кітабымызда араб тілінде болмаған әріптерді қалай жазғаным туралы түсіндіріп өтсем дейді. Яғлам, білгенің дұрыс, біл, есіңде болсын дейді. Сөйлегенде дыбыс шығатын жерлер бар дейді. Олар дыбыс тамақтың тілшесі арқылы, тілдің ұшы, таңдай мен тамақ, тілдің азу тістерге тию арқылы, тілдің ерінге соғылу арқылы, тағы басқа нәрселер арқылы жасалады әрбір дыбыс. Осы дыбыс шығарудағы әрекеттердің түрлі болуы әртүрлі дыбыстардың бір-бірінен ерекшеленуіне алып келеді. Және өзіне тән жаңа дыбыстар пайда болуына алып келеді. Олардың бар болған нәрселер өрнектер мен сөздің ерекшелігі болады дейді. Барша халықтарда бірдей дыбыс шығару мүмкін емес дейді. Бір халықта бар болған әріптер, дыбыстар басқа халықтарда мүлде жоқ болуы мүмкін дейді. Араб халықтарының пайдаланатын баршаға белгілі 28 әріп бар дейді. Ибранилерде араб тілінен жоқ қосымша дыбыстар бар. Келесі бір халықтарда да араб тіліне кездеспейтін дыбыстар бар. Басқа тілдерде де өзгелерде кездеспейтін әріптер бар дейді. Яғни әр ұлттың өзіне тән ерекшелік дыбыстар бар дейді. Бұл жағдайда барша халықтар, франктер, түріктер, барбарлар, тағы басқа халықтарға ортақ нәрсе дейді. Арабтардың ішіндегі оқыған адамдар, өзге ұлттардың арасындағы оқыған адамдар, сауатты адамдар дыбыстардың байланыстыру үшін бір-біріне арнайы жазба әріптер келтіріп кіргізіп отырады дейді. Мысалы дейді, алиф, бә, тә, жим деген сияқты 28 әріп болса, соны 29-шы, 30-шы етіп жаңа дыбыстарды кіргізіп отырады. Яғни өз тілдерінде дыбыстық баламасы болмаған әріптерді араб дыбысына жақын дыбысталатын әріптің таңбасына қосымша белгі орнату арқылы қоя береді дейді. Дыбысталу ерекшелігін көрсетіп кетеді осылайша. Бұл әріп алфавитке түскен кезде өзіне ұқсас әріптің алдына немесе соңына тұрады дейді. Мысалы, түсінікті болу үшін айтатын болсам, бізде шағатай тіл деген тіл бар, алфавит бар. Онда жалпы араб тілінде 28 әріп болса, ол жерде 32 әріп бар. Жергілікті халықтар өздерінің дыбысталу ерекшеліктеріне орай кәдімгі парта дегенде п, ч, сосын сахау з, сосын г әріптерін қосқан. Соның мысалы автор айтып жатыр оны жерде өзіне ұқсас әріптің жанында тұрады. Мысалы п әрпі б-ның жанында тұрады, ч әрпі ж-ның жанында тұрады алфавитте, ж әрпі сахау з-ның жанында тұрады, г әрпі болса к әрпінің жанында тұрады.
Бұны қолжазбамен ескі жазбаларды оқып жүрген барша бауырларымыз біледі деп ойлаймыз. Осы қосымша ақпарат ретінде айтып кетіп жатырмыз. Сосын автор айтады: біздің кітабымыз барбарлар мен басқа ғайри арабтар тарихын өз ішіне қамтығандықтан, олардың есімдері бар, кейбір әулеттердің атаулары бар. Біздің жазба тілімізде дыбысталу баламасы жоқ дыбыстарды кездестіреміз. Сол себептен біз дыбыстың арнайы белгі арқылы көрсетуге мәжбүр болдық. Атап өткеніміздей, бұл дыбыстар араб тіліне жақын дыбысқа белгі қою арқылы көрсетуді ұйғардық. Сондықтан оқырман бұл дыбысты өзіне жақын әріптің дыбысталуына жақын етіп оқуы мүмкін, немесе дыбысты тура дыбысталуына да қолдануы мүмкін дейді. Бұл жерде айтып отқан, мысалы, көптеген Орта Азияның көптеген кітаптарында Пәздәуи деген кісі бар. Соны осы П әрпімен Пәздәуи деп жазады. Жергілікті халықтар оны көреді де, мынау П әрпі дейді де, Пәздәуи деп П-мен оқып кете береді. Мысалы, арабтар, басқалар болса, оның не дыбыс екенін мән бермегендіктен, олар Бәздәуи деп оқи береді. Яғни әріптің тура мағынасына Б-ға ұқсатып оқып кете береді. Сонда қателік те аз болады да, яғни бір ұлттың, мысалы, қазақ ұлтының, бұрынғы түрік ұлтының дыбыстарын бұзбауға әрекет жасайды. Осылайша жаңағыдай кішкене әділеттілікке жақын болады. Мұндай әрекет жасау жалпы Құран қырағат имамдарында кездеседі дейді. Ресми хатта көрсетілген усулын пайдаландым дейді. Мысалы, сад пен зәй әрпінің ортасынан шығатын дыбыс бар дейді. Яғни бұл жерде айтып атқаны Фатиха сүресіндегі сират деген сөзде осы екі әріптің ортасынан шығатын дыбыс дейді. Бұл сот та емес, зәй де емес, екеуінің ортасындағы бір әріп. Мұндай жағдайлар, олар сөздің сот әрпі болып жазылады және жанына зәй әрпі белгіленіп кетеді дейді. Осылайша бұл дыбыс екі әріп ортасындағы өз алдына бөлек дыбыс дыбыс болып қабылданады дейді. Тура осы секілді мен де осындай сөздерді әріптерге немесе осы дыбысқа жақын дыбысты жаздым. Мысалы, барбарлар тайпасында дейді, К дыбысы кәф, джим әріптерінің ортасындағы кәф, қаф әріптерінің ортасындағы дыбыс болып дыбысталады. Нақтырақ тоқталып кететін болсақ дейді, Булуккин есімді жазу үшін кәф әрпін жазып, жим әрпіне тиесілі бір нүктені әріптің төменгі жағына қойып, немесе әріптің жоғарғы жағына кәф әрпінің тиесілі екі нүкте қойып дыбысталады. Яғни кәф пен жимнің арасындағы бір дыбыс, үшінші дыбыс, кәф те емес, жим де емес дейді. Бұл дыбыс барбар тілінде өте көп дыбысталады дейді. Басқа тілде айтылған дыбыстар да осы сияқты салыстырмалы түрде ұқсас белгілер қойылады. Мысалы, кейінгі 20 ғасырдағы төте жазу туралы айтатын болса да, төте жазуда өзінің ерекшеліктері бар. О бар, Ö бар, және төте жазуда мынау араб тіліне тиесілі әріптер, көп деген әріптер енбей қалған, сә енбей қалған, хоның орнына, мысалы, ха әріпі қазақ тілінде жоқ, ол әріп кіргенде ол хоның орнына кіріп кеткен. Зәл әріпі жоқ, сот жоқ, дот жоқ, то жоқ, зо жоқ, және айн әріпі жоқ. Айн әріпі кірген, бірақ ол ғ болып кірген. Егер төте жазу туралы ақпараттар білетін болсаңыз, осындай ерекшеліктер бар. Сосын айтады, екі дыбыс үйлесімділігінен пайда болған ортақ әріпті көрсету үшін сол екі әріпті де қатар жаздым дейді. Осы усул дейді, осы негіз біз анық өлшемге жақын етіп жазуға мән бердік деп санаймыз дейді. Егер басқаша жасасақ, екі тілді де өзгертіп жіберген болар еді дейді. Яғни араб тілінде өзгертіп жібересің, өзіңнің туған тілінде де өзгертіп жібересің. Мысалы,
Бұны автор айтып жатыр, бұл мәселемен білімділер, сауаттылар айналысу керек дейді. Мысалы, латын харпіне ауысатын болсаң, латын әрпіне ауысқан кезде өзіңнің ұлттық дыбыстарынан ажырап қалмауың керек. Араб харпіне де тур сондай. Араб харпін алфавитетіңді алдың ба, онда сенің өзіңнің ұлттық ерекшеліктеріңді жойып жібермеу керек. Бұрын да сондай болған. Шағатайда да араб тілінен өзгеше 4 әріп бар. Төте жазуда да олдан араб тілінің біршама 8 әрпін кіргізбей тастаған деген сияқты осындай ерекшеліктер бар. Егер басқаша жасасақ, екі тілді де өзгертіп жіберген болар едік. Есіңде сақта дейді. Алла тағала өзі рахым мейірмен бірге туралыққа бастайды дейді. Яғни Алла тағала бізді тура жолға бастайды дейді. Міне енді осылайша автор жаңа тақырыпқа ауысады. Бұл бірінші кітап деп тұр. Автор өзі айтты, менің кітабым 3 кітаптан тұрады деді. Соның бірінші кітабы, бірінші кітаптың бірінші бөлімі адамзат қоғамының табиғаты мен оның құрамындағы бөлімдер жайлы, көшпелі және отырықшылы өмір, артықшылыққа ие болу, кәсіп, өмір сүру, қолөнер, ғылым сияқтылардың негіздері мен себептері жайлы дейді. Енді біз келесі тақырыпта осы ерекшеліктер, білім, сол замандағы ғылыми ерекшеліктер, сол туралы тоқталамыз. Енді тағы да қосымша түсінікті болу үшін айтып өтетін болсақ, әрбір ұлттың өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, қазір таңда мынандай сөз, мынандай сөз деп айтып жатады. Сондықтан арнайы тіл білгіш, діл білгіш деген кітаптар бар. Орта ғасырдан бері жазылған. Сол жерде әрбір сөздің қалай жазылатыны толық айтылған. Сол кезде мысалы 8 әріп, бұл араб тілінің өзінің ерекшеліктері басқа тілдерде кездеспейді. Осы әріптермен келген әріптерді олар жаңағы қай тілде деп оған таласып жатпайтын сияқты ерекшеліктер бар. Олар туралы да бұйыртса келесі сабақтарда біз айтып өтеміз. Қазірге осы. Келесі сабақта бізде түрлі ғылыми көзқарастарды айтып бастайды. Келесі сабақтарға сіздер дәптерлеріңізді, ручкалеріңізді алып келгендеріңіз дұрыс болады.